Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге сосиска тесті жасау әдісімен бөліспекшімін. Ол үшін видеоны соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Қалай шыққанын өздеріңіз көресіздер. Алдын бір ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, тұз салып, сұйық майымызды салып, араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды, өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерді бұдан да қызық видеолар күтеді. Ал енді суымызды қойып, үстінен жақсылап бір тағын араластырып аламыз да, үстіне дрожжамызды саламыз. Дрожжаны салып, ұнымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша орташа жұмсақтықта қамырлейміз. Қамыр бізде мягкий тесто болып шығады. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта илесеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап илеп, сосын 2 сағат көлемінде ашытуға қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын, ашып, дайын болып тұр. Енді оны бөлшектерге бөліп, өзімізге керектіше зуалаларға бөлеміз. Бөлшектерге бөлінген тестамызды қолымыздың көмегімен ұзынша етіп жайып аламыз. Алдымен барлығын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жайып аласыздар. Сосын оларды қайттан ұзындау етіп жаямыз. Екінші қайтарылым жаюы оңайлау болады. Біріншісінде тынып тұрған қамырларымызды, екіншісінде дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп домалақтап жайып аламыз. Сосискаларымызды қайнап жатқан суға бір салып аламыз да бір қайнатып жібереміз. Сосын сыртындағы пленкаларынан артып тазалаймыз. Енді қамырымыздың бір бұрышын ұстап алып, бір-біріне жабыстырып, қалғанын мен видеода көрсетіп тұрғандай етіп орап кете бересіздер. Сосисканың үстіне дәл мен видеода көрсеткендей етіп орап жабыстырып кете бересіздер. Бас бармақтың көмегімен сәл-сәл басып шығуды ұмытпаңыздар. Сосискаларымыздың барлығын тестасына әдемілеп жайластырып аламыз. Осылай мен видеода көрсетіп тұрғандай етіп тестасын орап шығамыз да, сонымен листімізге әдемілеп теруді бастаймыз. Ал енді булочкаларымызды листтерімізге әдемілеп араларын ашықтау етіп жайластырып, үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Сосын үстіне қалаған заттарыңыздан сепсеңіздер болады. Күнжіт болса күнжіт, болмаса седана жақсаңыздар да болады. Жоқ болса жағу шарт емес. Мен күнжіттен себіп шықтым, әдемі көріну үшін. «180 градуста 35 минут көлемінде пісіріп алдым. Сіздер де жасап, балдарыңызды қуантыңыздар. Қазіргі балдардың көп жақсы көретін заты осы сосиска тесто болады. Сіздер де бұның бір штуганы 200-250 теңгеден сатып алғанша, үйде өздеріңіз қолдан жасап беріңіздер. Тойымды болады и берекелі болады. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді қызық видеолармен қуантадыған боламын.